Тұрсынбек пен мөлдір ресми түрде ажырасты. Қазір барлығының назары соларға ауып тұр. Себебі тоқал алу, күйеуіңді біреуге бере салу бұл оңай шешім емес. Қиындықты бірге өткерген, қуанышты бірге бөліскен адамнан айырылу жүрекке ауыр. Мөлдірдің журналистің сұрағына жауап берген кезде көзіне жас алып, көкірегіне жинаған өксігі біз әйелдер 100% түсінетін сезім. Ал ер адамдар шындықты айтсақ, оларға бәрібір. Сен қаншалықты сұлу, мықты, табысты, пысық болсаң да, егер одан да жақсырақты тапса да кете салады. Сол себепті қыздар, оқыңдар, дамыңдар, ақыл мен білім алып жинаңдар. Күйеуің кез келген уақытта тастап кетсе, сен сүмірейіп жылап жертва болмай, жұрттың алдына тік қарап шығуың үшін сұлулық емес, ақыл мен білім керек. Күйеуің тоқал алса да, басқаға кетсе де, сенімен бірге тұрып, басқа қараса да, сенің фокусың өзіңде болу керек. Өзіңді бірінші орынға қой, өзіңе сен, өзіңді жақсы көр, өзің үшін өмір сүр. Саяхатта, спаға бар, кітап оқы, даму жолына түс. Ешкімнің өмірі 100% мінсіз емес. Сондықтан ешкімнің өміріне, тіпті күйеуіне де фокус қоюды доғару керек. Адам өзіне қарау керек, білім алу керек, қателіктен сабақ алу керек, ақылды адамдардан кеңес сұрау керек, өзіңді дамытуың керек және саяхаттауың керек. Бұған дәлел ретінде Мөлдір Мұқанованы байқасақ болады. Көп әйелдерге үлгі болардай өзіне қарап, киносын түсіріп, Тұрсынбек мені тастап кетті деп күйзелісте отырған жоқ. Өзінің киносын шығарып, проекттермен жұмыс істеп, өзіне қарап, қарапайым қазақ қыздарына үлгі болардай жүр. Я, оған қазір қиын. Жолдасы ажырасып тоқал алып кеткен, оған қиын. Бірақ ол оны мойынсынбай, өзіне қарап, халыққа жақсы жағын көрсетуге тырысып жүр.